видеоны оригинальный қылып бастаймын деп ойнап айтам. Барлықтарыңа сәлем достар, барлықтарыңа общий салам. Салам алейкум, Низар. Короче, білесіздер өздеріңіз, көктем келді, күн шықты деген арттары, ойбай, не айтып жатыр. В общем, былай, көктем дегеніміз бұл көптеген праздниктер, яғни көптеген мерекелер. Солардың ең бірінші 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, ал одан кейін барып 22 наурыз кете береді ғой. Бірақ Тоқаев кеше емес, енді бір 2-3 күн болды. Коронавирусқа байланысты көптеген жерлерді жауып тастап, яғни 8 наурыз бізде де болмауы мүмкін. Ал бұл видеоны сіздер серьезный қылып қабылдамаңыздар, бұл өйткені скетч. Сондықтан каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Ал вот и все, бастайық. Сіз iPhone 11 сыйласаңыз болады, бірақ сізге екінші бүйрек артық етпейді. Сондықтан кредит алыңыз. Бірақ сізге кредит бермейтін шығар, өйткені сіз 18-ге толмағансыз. Ал вот маған точно бермейді. Сөзің аузымда махаббатым. Ал айта бер, не жаңалық? Жақында қандай мереке екенін білесің ба? Білем, я. Білем. Менің сыйлығым кән? Одан мен саған анекдот айтып берейін. Прикинь, содан кейін 8 март дегенде ана қыз ұмытып кеткен ғой, ё-моё. Көрсетеме саған қазір 8 март ұмытқанды. Бергеле. Ей, жоқ, олай емес, жоқ. Жақында қандай мейрам екенін білесің ғой, соған мысалға не алғың келер еді? Мысалға жаңа iPhone, жаңа үй, жаңа машина. Day 2. Еще тағы. Так, жайлап барып аламыз. Ей, иттің баласы, не істеп жатсың? Ей. 8 марттан кейін әлі 9 май бар, сондықтан сыйға сый, сыраға бал деген нәрсе бар. Сондықтан сіздер де жақсы подарок берсеңіздер, олар да сізге жақсы подарок береді деген ойдамын. Мен скетч бітті. Осындай қызықты скетчтер көргілеріңіз келсе, осы каналға тіркеліп дәл қазір. Сосын видеоға лайк басып, қоңыраушаны ұмытып кетпеңіздер. Пока.